Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен Excel'де ақылды кестені қалай құруға болатындығы туралы және де олардың қандай артықшылықтары бар екендігі туралы айтатын боламыз. Жалпы Excel бәріміз білетіндей бұл деректерді енгізуге және де оларды әртүрлі тәсілдермен өңдеуге болатын электрондық кесте. Мәселен, мен осындай бір қарапайым кестені Excel'дің бетіне енгізіп қойдым. Енді маған осы кестедегі жалпы қосынды сумманы есептеу керек. Ол үшін біз бос ящикқа тышқанды апарып тең деп басамыз. Жалпы кез келген формуланы, кез келген функцияны енгізу үшін теңнен бастаймыз. Тең сумма екі рет басамыз. Керекті диапазонды белгілейміз, тек қана сандары бар аймақты белгілейміз. Enter. Осы кезде қосынды суммасы 142.000 деп бізге көрсетіп береді. Сонымен қатар маған осы үшінші бағанның диаграммасы керек болатын болса, мен қажетті диапазонды белгілеймін, вставкаға кіремін, өзіме керекті диаграмманың түрін белгілеймін. Сол кезде маған осындай дайын диаграмманы шығарып береді. Қарап отырсақ, барлық біздің айтқан дүниеміздің бәрін жасап берді. Алайда егер біз осы кестеге жаңадан бір деректі енгізетін болсақ, мәселен 10.000 деп жазып қояйық, онда көріп отырмыз, біздегі қосынды суммамыз да өзгерген жоқ, диаграммамыз да өзгерген жоқ. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін бізге ақылды кесте керек. Егер біздің кестеміз, осы құрылған кестеміз әу баста ақылды кесте болғанда, онда жаңадан деректер енгізілген сайын біздің қосынды суммамыз да, диаграммамыз да бірден өзгеріп отырған болар еді. Жалпы енді осы ақылды кестемізді қалайдан құруға болатындығы туралы кеңірек айтып кетейік. Ол үшін енгізілген деректерді өшіріп бастапқы қалпына келтірейік. Ең алдымен ыңғайлылық үшін біз автофильтр орнатып алсақ болады. Ол үшін главная қосымша бетіндегі автофильтрді басамыз. Одан кейін тышқанды деректер енгізілген кез келген аймаққа барып, Ctrl-ны бассақ болады, немесе вставкаға кіріп, таблицаны бассақ болады, одан кейін ОК-ді басамыз. Сол кезде бізде осындай кесте пайда болады. Енді қараңыздар. Беттің төменгі жағына түскен сайын бізде бағандарымыздың атауы сақталып қатып тұр. Кез келген кестенің өзінің атауы болады. Оны көру үшін біз жаңадан пайда болған контекстік қосымша беттен көре аламыз. Конструктор деп аталатын конструктор. Таблица 6, яғни осығанға дейін осы бетте 5 таблица құралған. Бұл соның 6-шы таблицасы. Біз бұл таблицаның атын өзгертсек болады, немесе өзгертусіз қалдырсақ та болады. Сонымен қатар осы таблицаның сыртқы түрін өзгертуімізге болады. Енді осы кестенің қандай қасиеттері бар, қандай артықшылықтары бар, және де оны өзіміздің пайдамызға қалай жаратуымызға болатыны туралы айтып кетейік. Үшінші бағандағы сумманы қайтадан есептеп көрейік. Тең сумма көріп отырсаңыздар, мына жерде бізде таблица 6 тік жақшаның ішінде сатылым деп аяқталып тұр. Яғни бұл жерде формула бойынша емес, кестенің атауы және де оның бөлшектері бойынша адрес көрсетіледі. Сонымен қатар біз былай деп жазсақ болады екен. Тең сумма ағыл жақша таблица да ағылшын жақшаға ауыстырамыз. Тік жақшаға қоямыз. Енді сатылым. Тік жақшаны жабамыз. Тоқал жақшамызды жабамыз. Enter. Тағы да дәл сондай 142.000 деп шығарып берді. Жалпы бұл не үшін керек? Егер де біздің бағанымыз өте ұзын болатын болса, оны төмен қаратай тартып отырмай, осылайынан кестеміздің атауын және де бағаның атын көрсету арқылы біз жұмысымызды жеңілдете аламыз. Келесі енді графигін сызып көрейік. Ол үшін белгілейміз. График. Енді жаңадан қандай да бір санды жазып көрейік. Мәселен 10.000. Enter. Көріп отырсыздар, қосынды сумма да өзгерді, және де біздің графигіміз де өзгерді. Енді жаңадан қосымша баған қосып көрейік. Ол үшін Ctrl-Shift+ды басамыз, сол кезде жаңадан баған пайда болады.
Біз бұл жерде комиссияны есептейміз дейік. Көріп отырсыздар, жаңадан пайда болған баған бірден осы кестеміздің бөлшегіне айналды. Енді бұл жерге формула енгіземіз. Ол үшін тең сатылған сатылымның 10%-ін алады деп қарастырайық. Сол кезде біз жаңадан қосылған бағаның бірінші жолына енгізген формуламыз автоматты түрде осы бағаның барлық жолына қосылып шықты, себебі бұл бізде ақылды кесте. Excel'дегі ақылды кестенің, яғни умная таблицаның осындай артықшылықтары бар. Пайдалы болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.